Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне сары майымызды саламыз. Осылай ұнмен араластырып, песочный тесто жасаймыз. Толық араластырып болғаннан кейін үстіне тұз және жұмыртқа қосылады. Бұл жерде 3 жұмыртқаны көрсетіп тұр. Негізі 4 жұмыртқа қосылады және сметана қосамыз. Сонымен қатар айран қосса да болады. Мен бұл жерде айран қостым. Енді қолымыздың көмегімен араластырып, жақсылап осылай біріктіріп, қамыр қылып илейміз. Осылай илейміз. Енді целлофанымызға салып, морозильникке жарты сағатқа жібереміз. Енді начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде начинкасы менде асқабақпен болады. Асқабақты осылай тазалап аламыз бірінші. Асқабақты осылай турап аламыз, кубиктап. Одан кейін пиязымызды қосамыз. Одан кейін осылай мен құйрық май қосамын. Осылай 200 граммдай қосамын. Морозильниктен жарты сағат болған, шыққанына солай қатып тұрған кезінде тураған ыңғайлы болады. Тұз бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жаңағы морозильниктегі қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөліп зуалаймыз. Одан кейін тағы салфанға салып, тындырып қоямыз. Өйткені қазір бізге оқтаумен жайғанға ыңғайлы болу үшін. Менде 20 минут, жарты сағаттай өтті. Енді ұнымызды сеуіп, жаю керек болады. Осылай бірінші қолымызбен басқылаймыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайып болғаннан кейін сармайымызды ерітіп, жағып шығамыз. Одан кейін үстіне ұн себеміз. Одан кейін осылай ораймыз. Орағанда нығыздап, тарта отырып ораңыздар. Осылай орап, тағы да вид көрсетілгенде ораймыз да, целлофанымызға салып, 2-3 сағатқа морозильник қоямын. Немесе холодильникке қойсаңыздар да. Мен морозильникке қойдым. Енді бөліктерге бөліп шығамыз. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ортасынан шетке жаямыз. Начинкамызды салып, түйіп шығамыз. Енді жұмыртқаның сарысына сүт қосып, бастырып,
бетіне жағып шығамыз самсалардың. Одан кейін духовканы алдын ала қысуды ұмытпаңыздар. 180 градуста пісіріп аламыз. Міне менің самсаларым пісіп шықты. Өте дәмді, қамыры жұмсақ болады, сочный болады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.